Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен таңғы асқа жүгері ботқасын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Өте дәмді, міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Алдымен бізге керегі 2 стақан суды ыдысымызға құйып, жарты стақан жүгері ұнтағын жуып ыдысымызға саламыз. Бір бұрқ етіп қайнаған соң, жай отта бетін жауып 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Осылай суы тарылып піскен соң, шым-шым тұз, дәміне қарай, өзіңіздің қалауыңызға қарай қант, аздап сүт құйып, араластырып, тағы да бір бұрқ етіп қайнатып, оттың астын сөндіреміз. Міне біздің дәмді кашамыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, сіздермен болған Үмида.